Қайырлы күн баршаңызға. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерден осында қалып кеткен, естеніп қалған, қазір жаз айы басталғандықтан қалып кететін нан көбінесе осылай қалған наннан ысырап жасамай, үйде өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен нанымызды осылай қолымызбен жақсылап турап аламыз. Осылай майдалап, қатты жерлері болса пышақпен кесіп аламыз. Барлығын осылай біркелкетіп, жақсылап нанымызды осылай қолымызбен кескілеп аламыз, жұлмалап. Мінекей нанымыздың барлығын қолымызбен осылай жұлмалап кесіп алдық. Енді осылай жақсылап тағы бір араластырып, арасында ірілері болса, оны да осылай қолымызбен жұлып тастаймыз. Енді бізге 2 стакан сүт керек болады. Менде стакан 250 мл. Осылай 1 стаканын бірінші құйып аламыз. Кейін екінші стаканын құйып, нанымызды шамалы уақытқа 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді бізге 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқа және 200 грамм шекер, яғни 1 шай кесе шекер қажет болады. Екеуін шанышқымен жақсылап араластырып, көбіктенгенше, ал нанымызға разрыхитель сеуіп қоятын боламыз. Үйде ванильный сахар болатын болса, ванильный сахарды да шекермен жұмыртқаға салса болады. Міне сүтке жібіген нанымызды осылай тағы да шанышқының көмегімен осылай езіп аламыз. Кішкене жібіді, жақсылап жібігеннен кейін осылай шанышқымен жақсылап осылай тағы да қамыр тәріздес етіп аламыз. Разрыхительді енді нанымызға себеміз сәлден соң көбіктенетін болады нанның бетінде. Егерде сіздер дұрыс разрыхитель алатын болсаңыздар, срок өтпеген сондай разрыхитель алу керек. Енді ванильді сахарды шекермен жұмыртқаға қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды нанымыздың үстіне біркелкетіп осылай құйып шығамыз. Және де ешқандай шанышқымен еш нәрсемен араластырмай 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Жұмыртқа мен шекер нанға толықтай сіңуі қажет. Сосын барып пешке салатын боламыз. Міне камерадан көріп тұрған болсаңыздар, экран арғы бетінен көріп тұрған болсаңыздар, шамалы көбіктенген жаңағы разрыхителіміз. Енді міне көбіктенген, енді тағы да шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Табамызды міндетті түрде майлап аламыз. Менде 24 сантиметр немесе 26 сантиметр жасасаңыздар да болады. Осылай біркелкетіп салып шығамыз. Мінекей осылай барлығын бір текістеп қатты баспаймыз. Үстін осылай тек осылай аралары ашық жерін жауып шығамыз. Осылай барлығын тегістеп салып болғаннан кейін 180-200 градуста 25 минут 30 минут аралығында қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз.
Пирогымыз пісіп шықты, өте сулы, осындай әдемі пирог болды, жұмсақ болды, және ешқандай артық заттың қажеті де жоқ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер үйде артылған наныңыздан. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей осындай жұмсақ пирогымыз дайын.